Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы еңбекқор құмырсқа. Тема урока трудолюбивый муравей. Бүгінгі сабақта сұрақтар мен жауаптарды талқылауды, рөлге бөліп оқуды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Еңбекқор, трудолюбивый. Жәндік, насекомое. Илеу, муравейник. Қор, запас. Еңбекқор сөзін жіктейміз. Мен еңбекқормын. Я трудолюбивый. Сен еңбекқорсың. Ты трудолюбивый. Сіз еңбекқорсыз. Вы трудолюбивый. Ол еңбекқор. Он трудолюбивый. В третьем лице нету окончаний. Біз еңбекқормыз. Мы трудолюбивые. Сендер еңбекқорсыңдар. Вы трудолюбивые. Сіздер еңбекқорсыздар. Вы трудолюбивые. Олар еңбекқор. Они трудолюбивые. Здесь тоже нету окончаний. Құмырсқа еңбекқор жәндік. Муравей трудолюбивое насекомое. Бірінші тапсырма. Сыныптасыңмен сұрақтарды талқыла. Первое упражнение. Обсуди вопросы с одноклассником. Сен құмырсқаны көрдің бе? Ты видел муравья? Как мы ответим на этот вопрос? Подумайте. Ол қандай болады? Каким он бывает? Денесі, тело, түрі, вид, түсі, цвет. Когда мы отвечаем, говорим құмырсқаның денесі, тело муравья. Какой? Здесь ставим слова, которые обозначают признак предмета. Мысалы, например, құмырсқаның денесі кішкентай. Екінші тапсырма. Тыңда, құмырсқаны сипаттап айт. Второе упражнение. Послушай, опиши муравья. Чтобы понять этот текст, нам понадобятся новые слова. Еңбекқор, трудолюбивый. Жәндік, насекомое. Жердің астында, под землей. Илеу, муравейник. Дән, зерно. Сақтайды, хранит. Құмырсқа еңбекқор, ақылды жәндік. Құмырсқаның үйі жердің астында болады. Оны илеу деп атайды. Құмырсқаның басы үлкен, денесі жіңішке. Ол жапырақ, дән жинайды. Құмырсқа азығын илеуде сақтайды. Вы смогли понять этот текст? Молодцы! Давайте послушаем теперь перевод этого текста. Муравей – трудолюбивое, умное насекомое. Дом муравья находится под землей. Называется муравейник. Голова муравья большая, тело тонкое. Он собирает листья, зерна. Муравей держит корм в муравейнике. Енді сұрақ, вопрос. Құмырсқа қандай? Какое здесь предложение отвечает на этот вопрос? Правильно. Құмырсқа еңбекқор, ақылды. Үшінші тапсырма. Рөлге бөліп оқыңдар. Сұраққа жауап бер. Третье упражнение. Прочитайте по ролям. Ответьте на вопрос. Еңбекқор екі құмырсқа болыпты. Олар қысқа азық жинамақ болады. Бірінші құмырсқа. Бірінші менің үйіме қор жинап алайық депті. Екінші құмырсқа. Жарайды деп келіседі. Азық жинап болған соң екінші құмырсқа. Енді менің үйіме азық жинайық дейді. Бірақ екінші құмырсқа аяғын ауыртып алады. Бірінші құмырсқа досының үйіне азық жинап береді. Құмырсқа адал досына рахмет айтады.
Енді сұрақ. Теперь вопрос. Сен құмырсқадан не үйрендің? Чему ты научился у муравья? Как мы ответим на этот вопрос? Подумайте. Мы узнали, да, что здесь муравей очень верный друг. На казахском языке будет құмырсқа адал дос. Төртінші тапсырма, сөздерді оқы. Қатесін тауып, көшіріп жаз. Четвертое упражнение. Прочитай слова, найди ошибку и переписывай. Дұрыс жауапты тексерейік. Давайте проверим правильный ответ. Еңбекқор правильно будет. Қамқор, адал дос, мейірімді, тәртіпті. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.